Өзіміздің елді мекеннен өзіміздің шаруашылықтың жұмысшыларына таратамыз бұны. Қол жетімді бағамен өте арзан баға. Мысалы, қазірдің өзінде 1800 теңгеден сатсақ, енді ауданның халқы да алады ғой. Алады, әрине алады. Ішкі өніммен 30% тауық етімен обеспечение жасау. Бірақ сырттан келетіндермен где-то 51 теңгеге уже жеткіздіріп отырмыз, одан да неге. Енді біздің негізгі міндетіміз сырттан емес, іштен ғой өндіру. Керек қой, адам әрбір елдегі халықтың қалтасындағы ақша осы елде қалу керек, осы ауданда қалу керек. Адам жұмыс жасау керек. Сыр өңірінде құс шаруашылығы жаңа серпін алуда. Премьер-министрдің кеңесшісі Сыр құсы агроөнеркәсіп корпоративіне арнайы барып, өндіріс барысымен танысты. Абай Дәулет жауапкершілігі шетел серіктестігі бастамасымен құрылған кооператив ауыл аманаты бағдарламасы арқылы 27,6 миллион теңге жеңілдетілген несие алып, шағын құс фермаларын іске қосты. Қазіргі таңда біз 200 тоннаның үстінде тауық етін өндіріп, енді сұранысқа байланысты осы елді мекен бар. Осы Бесарқа ауылына, Қызылорда облысы, сосын Шымкент, Түркістан, Алматы қалаларына сұраныс бойынша жіберіп жатырмыз. 3 адам қосылған, әрқайсысы өздерінің жеке кәсіпкер ИП деп айтамыз ғой, әрқайсының жеке өздерінің ИП арқылы құрылған 5 жылға алынған несие 28-де 29-да осы 2 жоба бойынша біз несиемізден құтыламыз. Шағын құс фермасында бройлерге барлық жағдай жасалған, яғни қыста жылы, жазда қалыпты температура тұрақты сақталады. Бүгінде әр фермада 1000 бас бройлер балапаны өсірілуде, ал жалпы саны 4000 шөжеге жетіп отыр. Бұл құстардың басты ерекшелігі еттілігі мен тез жетілуінде. Олар небәрі 30-55 күннің ішінде союға жарып, қысқа мерзімде 2-2,5 келі салмақ жинайды. Осындай тиімді өндірістің арқасында Сыр құсы кооперативі өткен жылы 29,7 тонна құс етін өндірген екен. Ал биылғы жылдың өзінде 9,6 тонна сапалы өнім нарыққа шықты. Бройлер деп айтады, бір күндік балапанды біз сол Шымкент қаласынан алдырамыз. 350 теңгеден бір балапанның құны. 45-50 күнде бұл 2,5-3 килограмм салмаққа дейін өсіп, әрі қарай сол тауық етін 3 килограмм, 2,5 килограмм болғанда біз союға жіберіп, әрі қарай сатуға жұмыс жасаймыз. Дамир Әбілді Сыр құсы кооперативінде бірнеше жылдан бері тынымсыз еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі маман. Ол күн сайын құстардың күтімі мен дұрыс қоректенуін бақылап, олардың өсіп жетілуіне ерекше мән береді. Құстардың уақытылы жұмыртқа беруі де Дамирдің күнделікті назарындағы басты міндеттерінің бірі. Жауапкершілікті жұмыстың арқасында фермадағы өнім сапасы жоғары деңгейде сақталып отыр. Оның еңбегі кооперативтің тұрақты дамуына өз үлесін қосуда. Бізде қазіргі таңда 10 мыңнан аса құс бар. 5 мың басы ет бағытына деп жүргізіп жатырмыз. 5 мың басы жұмыртқа бағытына. Күніне біз қазір 4 мың, 4,5 мыңға дейін жұмыртқа алып жатырмыз. Температурасы 25-26 градуста сақтаймыз. Сосын іші вентиляция болады. Ауасы алмасып тұрады. Артта мына жақтан таза ауа кіріп отырса, арттан вентилятор тартып отырады. Сонымен бір ішінде айналым болып тұрады. Сосын мына жақта бізде тұрған линия бұл өзі автоматтандырылған барлығы. Жемін өзі береді автомат түрде, жұмыртқасын өзі жинайды автомат түрде, сосын суын автоматты түрде беріледі. Барлығы бұл жерде автоматтандырылған. Бөдене еті мен жұмыртқасы адам ағзасына аса пайдалы өнімдердің қатарында. Құрамында ақуыз, дәрумендер мен микроэлементтерге бай бұл өнімдер иммунитетті күшейтіп, қан құрамын жақсартады. Дәрігерлер бөдене жұмыртқасын аллергиясы бар адамдарға да ұсынатынын айтады. Себебі ол жеңіл сінеді. Бұл бөдененің бір ерекшелігі күнінде жұмыртқа туады. Сосын ет бағыты да өте сұранысқа ие еті. Етті көп адам тұмауға, әртүрлі ауруларға сорпасын қайнатып, асып ішеді. Ол өте емі зор. Абай Дәулет жауапкершілігі шетел серіктестігі құрған өндірістік алаңда ауыл тұрғындарының 13 бизнес бастамасы бір жерде шоғырланған. Мұнда жартылай фабрикат, пластикалық ыдыс, ағаш бұйымдары, тоқыма, сабын және кондитерлік өнімдер шығаратын заманауи цехтар жұмыс істейді. Сонымен қатар өсімдік, құс және мал шаруашылығы да қатар дамып, құрылыс өнімдерін өндіру жолға қойылған. Көп салалы бағытта ұстанған компания өндіріс ауқымын кезең-кезеңмен кеңейтуде. Бұл бастамалар ауыл экономикасы
экономикасын нығайтып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына жол ашып отыр. Бір жыл болды істеп жатқанымызға, осы жерде наубайхана, бөлке наннан 100 шақты бөлке нан шығарамыз, тапанан шығарамыз, булочка, ауылдың той құдайларының заказдарын істейміз, 2 жұмысшы жұмыс істейміз. Осы ғимаратта ауылымыздың демеуші болып отқан компания, Абай Дәулет компаниясы тегін беріп отыр. Осы жерде 1 жылдан асты тегін қызмет істеп отқанымызға. Абай Дәулет компаниясына алғысымыз шексіз. Осындай бізге мүмкіндік беріп отыр тіршілік істеуге. Абай Дәулет жауапкершілігі шетел серіктестігі 2018 жылдан бері ауылдың дамуына 1,5 миллиард теңгеден астам инвестиция бағыттаған. Бұл қаражат 360 орындық мектеп пен 120 орындық балабақшаны, сондай-ақ дәрігерлік амбулаторияны жаңартуға жұмсалды. Әлеуметтік нысандар абаттандырылып, айналасы көгалдандырылып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде ауыл тұрғындары үшін жайлы әрі қауіпсіз өмір сүруге қолайлы орта қалыптасты. Бұл бастамалар елді мекеннің тұрақты дамуына нақты серпін беріп отыр. Ауылда 2367 халық саны бар, 430 үй бар. Бесарық шаруашылық жауапкершілігі шектеулі серіктестік бір шаруашылық бар. Күрішпен айналысады, сосын жоңышқа егеді. 800 гектардай күріші бар, 400 гектардай жоңышқа егеді. 150 адаммен жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Сосын ауылдың тұрғындары жалпылама мал бордақылаумен айналысады. Сиыр, жылқы. Қала жақын болғандықтан қаланы етпен қамтамасыз етіп отыр. Ералы Тожанов ауыл халқының табысын арттыру мен өңір экономикасын дамыту мемлекет алдындағы басты міндеттердің бірі екенін атап өтті. Ол Сыр өңірінде жүзеге асырылып жатқан жобалардың нақты нәтижесін көріп, атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Ал Бесарық ауылында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жүзеге асырылған жобаларды тек облыс көлемінде емес, республиканың барлық өңірлеріне тарату қажеттігін айтты. Ол Жаздәует Руслан Жүсіпбеков, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Сырдария ауданынан.